Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін картофель фрай қалай пісіріледі, қалай қышырлап пісіретін жолдарын бәрін көрсететін болам, секретімен бөлісетін болам. Менімен бірге болыңыздар. Картошканы теркіден өткізіп алдым, мұздай суға салып, осылай ұзағырақ суда ұстаймыз. Қайта-қайта жуып аламыз. Крахмалын кетіріп, әбден қайта-қайта 7 рет жуасыздар. Қыздар 7 рет. Мұздай суға салып қоясыздар. Холодильникке мұздай суға салып, холодильникке бір түнге қойып қойсаңыздар да болады. Әбден крахмалы кетіп тұру керек. Осылай картошкаларды майлықтың үстіне қойып, салфетканың үстіне қойып кептіріп аласыздар. Қатып барып пісіреміз. Шұңғылдау табаға немесе кастрюльге жаңа дайын болған картошкаларымызды салып жайлап қуыра береміз. Аз-аздан саламыз. Картошкаларымыз әдемі болып сарғайып пісіп жатыр. Енді осыны салфетканың үстіне түсіріп алатын боламын. Қыздар, менің де жасаған картофельный фрайым дайын болды. Естіп жатқандарыңыздай қышырлап әдемі болып, сап-сары болып пісті. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Енді бұның үстіне тұз сеуіп, ыссы күйінде тұз сеуіп араластырып аламыз. Шикі күйінде ешқандай да тұз салмаймыз. Піскеннен кейін саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай қышырлап, әп-әдемі болып, сап-сары болып пісті.